Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін кезекті бізде нұсқа талдау. Бүгін бізде қазақстан тарихынан болады. Сіздермен қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихының мұғалімі, ұбт сарапшысы Хайролла Нұрсұлтан Бөлтірікұлы. Сонымен кеттік. Бүгін бізде 14 күні кездескен сұрақтарды бір талдап жүрелік. Алдағы уақытта тағы да бір кездесіп қалуы мүмкін, иә. Бірақ тағы да айтамын, сриф дегенге сенбеңіздер, өздеріңіздің білімдеріңізге сеніңіздер. Бірақ күнделікті келіп жатқан сұрақтарды қарап қойған, талдап қойған артық болмайды. Сонымен кеттік. Бірінші сұрақ. Қазақ хандығындағы ханның басты саяси қызметі деген сұрақ келіпті. Онда бізде мынау болады: мемлекетті басқару, әскер ұйымдастыру, сыртқы саясат жүргізу. Келесі екінші сұрақ. Қазақ қоғамында хан ие болған құқық. Бізде ол ел басқару, соғыс жариялау, келісім жасау, билер шешімін бекіту болады. Ал енді билер ие болған құқық десе, ол онда таза сот қызметіне ие болды билер. Ал билердің шешімін түпкілікті түрде бекітіп отырған ол хан. Келесі үшінші сұрақ. Неміс автономиясын құру туралы бастаманы көтерді Кеңес одағының коммунистік партиясының орталық комитеті. ОКП орталық комитеті. Бұл бізде контексттік сұрақтар болады. Бұл сұрақ бізде 2024 ұбт-сында да 2025 ұбт-сында да кездескен. Келесі төртінші. Неміс автономиясын құру туралы шешім қабылданды КСРО билігі тарапынан и аздаған қолдау көрсеткендер. Кейбір аздаған неміс ұлтының өкілдері де қолдау көрсетті. Мысалы, неміс ұлтының өкілдері тарапынан десе қате болады. Барлық неміс ұлтының өкілдері оны қолдаған жоқ. Бір бөлігі ғана. Иә. Келесі бесінші. Неміс автономиясына қарсы митингілер өтті Целиноград қаласында, Ақмола, қазіргі астанамыз. Келесі алты. Неміс автономиясына кіргізілмекші болған облыстар. Осы жерден көбісі қателесіп кетеді. Бұл бізде Ақмола облысы, Көкшетау, Қарағанды, Павлодар облысы болады. Келесі жетінші. Жоңғар шапқыншылығы кезінде ерлігімен көзге түскен сұлтан қолбасшы кезінде ерлігімен көзге түскен сұлтан қолбасшы болатын болса, бізде ол Абылай болады. Абылай хан бізде 1711 жылы өмірге келді. Аңырақай шайқасы кездерінде көзге түсті, Шарыш батырды жеңді. Орта жүздің сұлтаны атанды. Ол кездері хан орта жүзде әмірмәмбет еді. 1741-42 жылдары қалдан сереннің жойқын жорығы болды. Ақтабан шұбырында алқа көз ұстамадан тем түспейтін сол соғыстарда Абылай хан ерлікпен көзге түсті, бірақ қалдан серен Абылай сұлтанды тұтқынға алып кетті. 1741-43 жылы жоңғар тұтқынында болды. Жоңғар тұтқынынан оралғаннан кейін ол орта жүзде беделді сұлтандардың қатарында болды. Барақ сұлтан сияқты. Кейін Барақ сұлтан қайтыс болғаннан кейін енді басты сұлтан болды деп айтуға болады. Беделі күшті болды. Цин мемлекетімен сол кездегі Ресеймен қарым қатынастары жақсы болды сыртқы саясатта. Қазақ ханның ішінде де беделі күшті болды. 1771 жылы сан жорыққа қатысты. сан жорықты ұйымдастырушылардың бірі 1771 жылы Түркістан қаласында таққа отырды. 1781 жылы Түркістан қаласында жерленді, қайтыс болды. Оның орнына билікке бізде уәли келді, иә, Абылай ханның үлкен ұлы. 1781-1819 жылдары. Келесі 8. Абылай ханның қазақ тарихындағы рөлі ол 300-дің басын біріктірді және біріктіруге ұмтылды. 1771-81 жылдары билік етті. Келесі. Атлах шайқасы өткен жер, енді оңай сұрақ, Талас өзені бойында. Келесі мына жерге мен жазып қойдым. Бұлант өзені бойында бізде 1720-28 жылы қалмақ қырылған шайқасы болды. Қазақ қырғыз әскері, біріккен әскері жоңғарларды ойсырата жеңді. Балқаш көлі жағасында шешуші шайқас болды. 1729-1730 жылы аңырақай шайқасы. Бас қолбасшы Әбілқайыр болды. Ертіс өзені бойындағы шайқасты айтпаймыз. Келесі 10-шы. Атлах шайқасында арабтармен бірігіп Қытай әскерімен соғысқан түркі тайпасы, бізде ол қарлұқтар. Ол кезде Сырдария бойында соғысқан жоқ. Олар мемлекетте құрған жоқ. Өздері Жікіл мен Яма бізде Қарахан мемлекетіндегі ең басты билеуші тайпалар. Оқушылар, енді курс бойынша сұрап жатқандарға айтарым, YouTube арнадан келіп, ағай, сіздің ютубтағы нұсқаңызды көрдім, сізде интенсив курс бар ма деп сұрайтындар бар. Сол YouTube арнадан келген оқушыларға €1 жеңілдік болып жатыр. Соны ескерте кетейін. Бір реттік төлем болады. Осындай нұсқа талдаулар жасаймыз, базалық нұсқа талдаулармен жұмыс жасаймыз. Және сриф талдау дейміз ғой, осындай күнделікті келіп жатқан сұрақтармен жұмыс жасаймыз. Оларды осылай талдап беремін және PDF форматпен, қағаз форматында беретін боламын.
сонымен қатар дүниежүзі тарихынан да солай. Кеттік келесі. атылаш шайқасының тарихи маңызы, енді бұл тарихи маңызы мен ә, ауызша айта берейін, жазбай ақ қояйын. жетісудан қытайлар кетті, ислам дінінің таралуына жол ашылды. келесі, алаш партиясы құрылған қала бізде ол бізде орынбор болады. ал омбы қаласында бізде 300 партиясы құрылды. семей бұл алаш орда үкіметінің астанасы деуге болады. ал мәскеуде құрылған ұйым бізде жас тұлпар ұйымы құрылған 1960 жылы. бұл да тестте жиі кездесетін сұрақ. келесі, алаш партиясының басты мақсаты ол бізде қазақ автономиясын құру және ұлттық мүддені қорғау болады. енді қазақ ханын қалпына келтіру бұл бізде кенесарының мақсаты. түркі халықтарына ортақ автономия құру бізде ол шура ислами және мынау мұстафа шоқай секілді зиялылардың мақсаты. кеңес түркіде автономия құру бұл большевиктік қазақ большевиктерінің мақсаты, қазақ социалистерінің мақсаты деуге болады. сосын 300 партиясы кеңес түркіде кеңес үкіметін қолданылар. келесі 15, қарлықтар өмір сүрген аймақ бізде ол болады жетісу мен оңтүстік қазақстан болады. қарлықтардың өмір сүргені. солтүстік шығыс қазақстан мен орталық қазақстанда бізде қимақтар өмір сүрген. еділ мен жайықта өмір сүрген бізде ноғайлар. жетісу мен қашқар бұл моғолстанның территориясы. келесі, үйсіндердің астанасы бізде чегу. алтай тауы бізде ол түрік қанатынікі. битиян қаңлылардікі. өткен тауы шығыс түрік қанатынікі. келесі 17, моғолстанның орталығы болған қала. иә, бүгін бізде моғолстан туралы контекст кездесті. алмалық болады. іле алқабында деп кездеседі. қашқар бізде қарахан мемлекетінің орталығы болды. сарай бізде алтын орданың орталығы болды еділ жағасында. сарайшық бізде жайық бойында болды. келесі 18, моғолстан мемлекетінің аумағы. моғолстан мемлекетінің аумағы бізде жетісу мен шығыс түркістан. не болады, контексттік сұрақтарда осылар келіп жатыр. жетісу мен оңтүстік қазақстан болса жаңағы қарлықтар болып кетеді. шағатай, мынау бізде шағатай оңтүстік. жетісу оңтүстік қазақстан бір бөлігі мәуереннахр. ал жетісудың солтүстік шығысы алтай бізде ол үгедей облысы болып кетеді. келесі 19, 1985 жылы ксро да билікке келді. бұл бізде Михаил Горбачев. 80-91 жылдарымен жазып тұрмыз. хрущев 53-64, брежнев 64-82, андропов 82-84. андроповтан кейін бір аздаған уақыт черненко басқарды елді. келесі 20, маңғыстау көтерілісінің орал көтерілісінің айырмашылығы. балық кәсіпшілігі жұмысшыларының қатысуы болады. келесі 21, контексттік сұрақ. бақытжан қаратаев байланысты. мен бұны әлеуметтік желіге салдым. келесі қарап көрейік. контекстпен жұмыс жасайық. қазақ жерінде орыс қазақ мектептерінің ашылуына байланысты үрдіс деген сұрақ болыпты. ол бізде болады. отарлық әкімшілік пен ағартушы саясаттың күшеюімен. келесі контекст бақытжан қаратаев байланысты. 1907 жылы екінші мемлекет думаға бақытжан қаратаев депутат болып сайланған облыс. бұл бізде орал облысы болады. семейден темірғали нұрекенов екінші мемлекет думаға сайланды. жетісудан екінші мемлекет думаға тынышбаев сайланды. торғайдан екінші мемлекет думаға ахмет бірімжанов сайланды. ахмет бірімжанов бізде бірінші мемлекет думаға да сайланды. иә. ал семейден бірінші мемлекет думаға әлихан бөкейханов сайланды. жетісудан бірінші мемлекет думаға сайланған жоқ, оны айтылмайды. иә. ал дума дегеніміз жалпы ол парламент қой, оқушылар, заң шығарушы орган. ресейдің заң шығарушы органына қазақтар депутат болған. келесі, суреттегі және тарихи білімдеріңізді пайдаланып 1904-1905 жылдар аралығында қаратаев мүше болған партия бұл кадет партиясына сонымен қатар әлихан бөкейханов та мүше болған. келесі, рсджп деген бұл дүниежүзі тарихынан көп кездеседі. ресей социалистік демократиялық жұмысшылар партиясы, негізін ленин қалаған. қазақ өлкелік комитетінің хатшысы голощекинге қарсы шығып көтерген мәселесі бұл бақытжан қаратаевтың халықтың аштықтан қырылуы. бізде екі аштық бар. 21-22 жылғы аштық ол бірінші аштық. екінші аштық бізде 1931, 1933 жылдардағы аштық. осы аштық туралы айтады. 31-33 жылдардағы аштықты көтереді. өйткені голощекин бізде 25 жылы билікке келді, оқушылар. келесі, голощекиннің саяси қызметтен босатылуы туралы айтқан ораз исаев. тың жүйелерде жаппай егуге қарсылық білдірген бізде жұмабай шаяхметов. келесі, дұрыс дәйекті анықтаңыз. жаңағы кімге байланысты? бақытжан қаратаевқа байланысты. алғашқы қазақ заңгерлерінің бірі әбілқайыр ханның шөбересі. келесі, 5. екінші мемлекет думада көтерген мәселелері. аграрлық реформаны әшкерелеп қоныстандыру саясатын айыптады. өте жиі кездескен сұрақ. алдағы уақытта тағы да мүмкін кездесіп қалуы мүмкін. иә. келесі 15-12 күнгі сұрақтар, оқушылар. оқушылар, 15-12 күнгі сұрақтар. оқушылар. 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 15-12 күнгі сұрақтар. оқушылар.
қазақстанның тәуелсіздік алған соң экономикалық дамуының жолы, экономикалық дамудың жолы. Бізде ол жекешелендіру болады. испиджаб тараз қаласының дамуының себебі сауда жолдарының бойында орналасуы болады. Сәйкестендіру сұрағы кездесіпті ұлы отан соғысына байланысты. Әлия Молдағұлова бізде Ленинград шайқасына қатысты. Мерген. Нұркен әбдіров бізде Сталинградқа қатысты. Ұшқыш өз ұшағын жау танкілеріне құлатқан. Иә, Нұркен әбдіровпен қатар бізде айтылатын тағы бір ұшқыш бар, ол бізде Бақтыораз Бейсекбай. Спатай бізде бұл да Сталинград шайқасына қатысу керек. Минометші. Мина қоятын адам, иә. Келесі төртінші. Қазақ хандығының құрылуы тарихы туралы жазған еңбек авторы мұхаммед хайдар дулати тарихи рашиди еңбегін білесіздер. Сонымен қатар қазақ хандығы туралы жазатын тағы да бір еңбек бар. Ол жылнамалар жинағы деп аталады. Ол еңбектің авторы Қадырғали Жалайыри. Ерек бойындағы қазақтар көтерілісінің себебі жетекшісі бұл жаңаелек бекіністер шебі. Ал жетекшісі десем болатын болса, ол бізде кім? Жоламан Тіленшұлы болады. Кейін Кенесары көтерілісіне қатысады, иә, Жоламан батыр. Би болған, Тамын руынан шыққан. Енді контекст, мына сұрақ өте жиі кездесіп жатыр. Дәл осы контекст деп айта алмаймын, бірақ приблизительно осындай контекст. Жалпы Түркістан автономиясына байланысты екі үш контекст бар. Түркістан автономиясының құрылған уақыты бізде 17-22 жылы қараша. Түркістан автономиясының ішкі істер министрі Мұхамеджан Тынышпаев, сыртқы істер министрі Мұстафа Шоқай болды басында. Кейіннен Мұхамеджан Тынышпаев Алашорда үкіметіне қосылып, Алашорданың құрамына кіріп кетті. Түркістан автономиясының ұзақ өмір сүрмеу себебі большевиктер құлатты Қоқан қаласына. Осы кезде большевиктер Қоқан қаласын тас талқанын шығарады. Армениядан қосымша әскер шақырады, күш. Дашнак Цютун деген. Оны дж таңдап жатқан оқушылар жақсы білу керек, өйткені білесіздер ғой, 1914 жылы ма екен, иә, қателеспесем 14-15 жылдары Осман империясы Арменияның жерін басып алып, Арменияны қырғынға ұшыратады. Оның құрамындағы ішіндегі армяндарды біраз қырады. Содан армяндар қазір Осман түріктермен кішкене наразылау. Кейіннен осыны бір есе қайтару мақсатында кеңес одағына большевиктер көмектесіп түркілерді, яғни Түркістанның түркілерін бір жазалайтыны бар. Осы Түркістан автономиясына байланысты оқиға. Келесі, Түркістан автономиясының орнына құрылған құрылым бұл Түркістан АКСР, орталығы Ташкент. Түркістан АКСР хронологиясы бұл 1918-24. Неге 24? 24 жылы Түркістанды ұлттық межелеу болады. Түркістанның орнына Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстан сияқты кеңестік үлгідегі автономиялар пайда болады. Ал Түркістанның құрамындағы Жетісу мен Сырдария Қазақ АКСРіне қосылады. Жалпы Түркістан автономиясы, Түркістан АКСР екеуі қалай түсінуге болады? Түркістан автономиясы бізде кеңес билігін мойындамайтындар, Түркістан АКСР кеңестік үлгідегі мемлекет. Түркістан автономиясының астанасы Қоқан, Түркістан АКСР-ның астанасы Ташкент. Кеттік келесі. Контекст Жанқожа мен Есетке байланысты. Жалпы Жанқожа мен Есетке байланысты екі-үш контекст кездесуі мүмкін. Бұның бір үлгісі бұл. Жанқожа мен Есет көтерілістері болған аймақ бізде Сырдария мен Арал. Оңтүстік Қазақстан деп жалпыламай тұрмыз. Есет көтерілуіне қатысты дәйекті анықтаңыз. Ресей билігін мойындады. Амалсыздан мойындады. Жанқожа Нұрмұхамедұлы шабуыл жасаған бекіністер бізде Жаңақала мен Бесқала. Есет батыр көтерілісіне қатысты оқиғаларды ретімен қойыңыз деген сұрақ, иә, жиі кездесіп жатқан. Бұл Ирек бекінісіне шабуыл жасады, 1938 жылы шабуыл жасады. Жем өзені бойында патша жолаушы әскеріне шабуыл жасады, 1847 жылы. Сонымен қатар Арыстан Жантөрин әскеріне де шабуыл жасайды. Осы жерде Арыстан Жантөрин, Ахмет Жантөрин деген бар. Арыстан Жантөринді Есет батыр көтерілісіне байланысты белгілейсіздер, ал Ахмет Жантөринді Кенесары Қасымұлы көтерілісіне байланысты белгілейсіздер. Кенесары 1844 жылы Ахмет Жантөриннің әскерін тас талқан қылады, Тобыл өзенінің жағасында. Келесі, үшінші, түтін салығынан босатылды, бізде 1858 жылы босатылды. Енді кейбір оқушылар түсінбей жатыр. Ағай, түтін салығы 1867-68 жылдары әкімшілік реформалардың нәтижесінде пайда болған жоқ па дейді. Иә, дұрыс айтасыңдар. 1867-68 жылы ол жаппай бүкіл Қазақстан бойынша түтін салығы болды. Ал оның алдында патша үкіметі өзінің жаулап алған жерлерінде, отарлап жатқан жерлеріне түтін салығын жаңағындай сала берген. Бірақ кейіннен 67-68 толығымен қазақ жері отарланады да, сол кездері
барлық қазақ жеріне тұтыну салығы бірдей болады, 3 сом болады, кейіннен 4 сом өседі, иә. Сосын тұтыну салығына байланысты Орал торғай көтеріліс болады, Маңғыстау көтерілісі болады. Келесі Жанғожа Нұрмұхамедұлы көтерілісі бағытталды Хиуаға, Қоқанға, Ресейге. Сонымен қатар Жанғожа Нұрмұхамедұлына байланысты мынандай сұрақ келуі мүмкін. Жанғожа Нұрмұхамедұлы туралы пікір білдірген адамдар ол Ресей тарихшысы Мейір және қазақ зиялысы Мұхамеджан Тынышбаев. Мейір жалпы Кенесарыға байланысты да айтатын пікірі бар, иә. Енді оқушылар толығырақ мәлімет білгілеріңіз келсе, толығырақ нұсқамен жұмыс жасаған келсе, менің интенсив курсыма қатысыңыздар. Ютубтан келдім десеңіздер, 50% жеңілдік болады. Ол үшін мына нөмерге хабарласыңыздар. Саламатсыз ба, Нұрсұлтан ағай деп хабарласасыздар. Сосын мен барлығын түсіндіріп беремін. Болмаса осы ютубпен де жұмыс жасай берулеріңізге болады. Басқа да алдын ала бұрынғы нұсқаларда қарай берсеңіздер болады. Сау болыңыздар.